Сәлем достар, жер бетінде мекендеген 7 миллиард адамның әрбіреуінде басқаға ұқсамас тұстары бар емес пе? Дегенмен әрқайсының көптің ішінен ерекшеленіп, елдің назарын өзіне аударғысы келіп тұратындары да табылады. Бүгінде өзгеше көріну үшін біреулер бүкіл денесін бояп жатса, енді біреулері шаш пен тырнағын өсіріп әлек, ал басқалары табиғатынан ерекше болып туылады. Мұндай ерекшеліктер біреулеріне үлкен танымдылық әкелсе, енді біреулердің өмірін кері жаққа бұзып жатады. Сіздермен бірге Пазл арнасы. Бүгін біз әлемге өзінің ерекше жақтарымен танылған жандар жайлы айтатын боламыз. Достар, біз сіздерге қызықты тақырыптарды күні-түні іздеудеміз. Артынан видео жасап, оларды сіздердің алдарыңызға осылай ұсынып отырамыз. Бірақ біз бұдан да қатты тырысуға, көрермендерімізді қуантуға дайынбыз. Жай ғана қолдау ретінде видеомызға лайк басып, арнамызға әлі күнге дейін тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі қызыл подписаться батырмасына басып кетіңізші. Бастыңыз ба? Ондай болса жалғастыра берейік. Ағылшындық Кейн Андервуд қатты толқығанда есінен танып қалады екен. Мейлі ол қатты күлсін, жыласын, ашулансын, қорқсын, бәрібір есінен танып қалып отырған. Кейде күніне 40 рет талып қалатын кездері жиі кездескен. Бұл мидың әлі де зерттелмеген ақаулардың бірі болуы мүмкін. Әзірге оның денсаулығына ешбір зиян болмаса да, бір күні далада түшкіріп немесе күліп қалып, артынан талып қалып басын жарып алу ықтималы өте жоғары. 17 жасар Натали Купер әлемдік медицина шеше алмайтын жұмбақ адам. Оның ағзасы тик-так кәмпитінен басқа нәрсені қорыта алмайды. Сондықтан ол күніне 900 мың данасын жеп отыруы тиіс. Таңғы, түскі, кешкі асқа тек қана кіші кәмпиттерді жеуге мәжбүр болған қыз. Ерте ме кеш пе ағзам осы кәмпиттерді де қабылдай алмай қалама деп қорқамын дейді. Дәрігерлер адам ағзасы осындай тәтті диетаны ұзаққа шыдай алмайды деуде. Алайда Наталидің ағзасы басқа тамақты мүлдем қорыта алмайды екен. Қазіргі таңда шаң тозаңға, шөпке, тамаққа болатын аллергиялар өте көп. Алайда судан аллергия шығатын естідіңіз бе? Денесіне бір тамшы су тамып кетсе, бірден бөртпе басатындар да бар екен. Мельбурнда тұратын Эшли Моррис осындай ауруға шалдыққан. Су тұрмақ денесінде бір тамшы тер шықса да, аллергиясы қозып денесін бәрі бөртіп кетеді. Не жуына алмайсың, не адам құсап терлеуге де болмайды. Қандай да бір қадам істесе денесі бөртіп кетеді. Тіпті жылағанның өзі де осындай қиындық тудырады. Бүгінгі тобымыздағы әр адамның ерекшелігі миллиард адамның ішінде тек бір-ақ адамда болады деген рас деп сенімді айтсақ болады. Найзағай бір түскен жеріне қайта түспейді деп жатады. Алайда колумбиялық Александр Мандон өзін 4 рет найзағайдың нысанына іліктім деп тұжырымдайды. Алғаш рет оған найзағай 2012 жылы түскен. Сол кезден аман қалған жігіттің қуанышы ұзаққа бармаған. Біраз уақыт өткеннен кейін тағы да найзағай астында қалған. Біраз уақыттан кейін оны әскерге шақырады. Бірақ ол жақта найзағай маза бермегені көрінеді. Жігітті кезекті найзағай соққаннан кейін оны үйге қайтарып жібереді. Десе де оны отты жалын қайта тауып алған. Менімен келісетін шығарсыз, бұл жерде ең таңғалдыратыны ол адамға найзағай қайта түсуі емес, адамның тірі қала берген емес пе? Желідегі танымал мектеп оқушысы 30 жастағы ер адам болып шыққаны да жиі болатын жағдай емес сияқты. Жапонияда түрлі кейіпкерлерінің рөліне еніп танымал болған Минато есімді әлеуметтік желі қолданушысы жазылушыларын таң қалдырды. Фотошоптың құдіретін сәтті пайдаланған блогер 30 жастағы ер адам болып шыққан. Оқырмандары сұлу да әдемі қыздың артында кеңсе қызметкері жасырынғанын білген кезде өте қатты таң қалып өз көздеріне сене қоймаған. Әлгі Минато 4 жыл бұрын рөлге кіріп фотоларын жариялай бастағаны. Жапондық сүйікті аниме кейіпкерлерінің образына еніп көргісі келді. Сөйтіп ол сұлулық салонына барып, мамандарға макияж жасатқан. Минатоға өзінің жаңа бейнесі қатты ұнап, осы макияж шеберлігін өз бетінше зерттей бастаған. Аниме кейіпкерлеріне толықтай айналу үшін ер адам жабысқақ таспалардың көмегімен беттің пропорцияларын өзгертуге мүмкіндік беретін париктерді, іш киімдерді қолданады екен. Мінекей достар, бүгінгі видеомыз осындай болды. Егер осы бейнеміз ұнаған болса, жалғасын көргіңіз келсе, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Әрине қызықты видеоларымызды өткізіп алмас үшін арнамызға тіркеле кетіңіз. Және де әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.